Қайырлы күн балалар. Бүгін гидросфера бөлімін құрлық суларының экологиялық проблемалары тақырыбымен аяқтайтын боламыз. Жалпы құрлық суларын еске түсіріп өтейік. Біз жалпы гидросфера әлемі дүниежүзілік мұхитпен құрлық суларына бөлген болатынбыз. Яғни құрлық суларының өзін жер үсті сулары, жер асты сулары деп жіктедік. Ал сол құрлық суларында қандай экологиялық проблемалар болуы мүмкін? Жалпы су бұл ең ерекше және ең көп тараған минерал екенін білеміз. Жалпы жер бетіндегі болып жатқан құбылыстардың барлығына судың қызметі ерекше. Мысалы айтатын болсақ, су айдыны жер бетіндегі температураның тәуліктік және маусымдық өзгерістерін тіршілік үшін қолайлы жағдайға жасап беріп отырады екен. Су сыйымдылығы ең үлкен дене екенін де білеміз. Ал енді осы құрлық суларында қандай экологиялық проблемалар болуы мүмкін? Жалпы еліміздегі үлкен көлдерді қарастыратын болсақ, яғни Каспий, Балқаш, Арал көлдерінде өте үлкен экологиялық проблемалар бар. Олардың мұнай өндірісінен, тау-кен өндірісінен экологиялық бұзылыстарға түсіп жатқанын білеміз. Ал қазіргі құрлық суларының ішіндегі маңызды проблемалардың бірі ол тұщы су тапшылығы. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен 21 ғасыр тұщы су дәуірі деп аталған екен. Себебі балалар, біраз статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, жер бетінде 1 миллиард адамға тұщы су жетіспейді екен. Ал жер бетіндегі 3 миллиард адам сол таза емес ауыз судан әртүрлі ауруларға ұшырайды екен. Бұл яғни үлкен қазіргі бүкіл тек қана тұщы су жетіспей отырған орталық Азия, Африка елдері емес, бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе. Ал осы тұщы су проблемасын қалай шешеміз? Немесе біз судағы проблемаларды қалай шешеміз деп ойлайық. Сонымен біз жалпы суларды балалар пайдаланған кезде оларды қайта өңдеу дегенді қарастыруымыз керек екен. Яғни су ресурстарын қайта өңдеудің біз қазір 4 жолын қарастырамыз екен. Олар қалай екен қарастырайық. Яғни су ресурстарын екінші рет қайта өңдеу деп айтуға болады, немесе қайта өңдеу, немесе тазалау деп айтайық. Олардың балалар бірінші түрі ол механикалық екен. Яғни механикалық тазалау арқылы біз қайта өңдейміз. Ал механикалық тазалау дегеніміз не? Бұл тұндыру, сүзгіден өткізу. Екінші қайта қалпына келтіру бұл химиялық. Бұл жерде біз суға әртүрлі химиялық заттарды қосу арқылы тазалаймыз екен. Үшінші балалар, бұл физикалық және химиялық деп аталады екен. Бұл жерде бұл ультрадыбыс, электр тогымен немесе озон, хлор сияқты заттарды қосу арқылы суды қайта өңдеу. Және балалар төртіншісі ол биологиялық екен. Бұл жерде яғни ұсақ организмдер арқылы, тірі организмдер арқылы, олар моллюскалар, балдырлар арқылы біз суды қайта өңдей аламыз екен. Бұл су ресурстарын қайта өңдеудің 4 түрін қарастырдық. Жалпы су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау үшін қандай іс-шаралар жүргізуге болады екен? Олар бірінші, пайдаланудың ерекше шарттар бар аймақтар мен белдеулер құру. Екіншіден, міндетті шараларды қолдануды қадағалау. Ол не? Ол мелиорация жұмыстары, санитарлық жұмыстар, немесе агротехникалық жұмыстар деп қарастыруға болады. Және үшіншіден балалар, міндетті түрде экологиялық мәдениетті және экологиялық сауаттылықты тұрақты түрде дамыту. Жалпы статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, біздің елімізде де тұщы судың жетіспеушілігі байқалады екен. Жалпы біз қазір біраз сандарымен жұмыс жасайық. Сонымен елімізде бір жылда
бір жылға шаққанда 1 километр квадрат жерге 37,53 миллион метр куб су бар екен. Ал енді оны жан басына шаққан кезде бұл көрсеткіш 6,84 миллион метр кубты қарайды екен. Бұл балалар жан басына шаққандағы көрсеткіш, иә? Бұл статистика. Жалпы елімізде таза судың қоры, таза су 3% екен балалар. 3%. Егер осыны артқа шегінетін болсақ, ол 1950 жылы бұл көрсеткіш 120 миллиард метр куб болған. Ал енді қазіргі кезде ол 100 миллиард метр кубке кеміген екен. Бұл статистиканы айтуға болады. Жалпы Қазақстандағы жерүсті су қорының 58% республика жерінде жиналады екен. Ал қалған пайызы ол трансшекаралық өзендер арқылы. Яғни біздің көршілес Ресей, Қытай, Қырғызстан және Өзбекстан арқылы өтіп жатқан трансшекаралық өзендер. Жалпы трансшекаралық өзендер әртүрлі жанжал шиеленісті тудырады, көптеген мәселелер осы трансшекаралық өзендер арқылы да пайда болады екен. Енді еліміздегі ауыз суды шешу мәселесінде балалар, бізде 2011 және 2020 жылдар арасында Ақбұлақ 2020 деген бағдарлама жүзеге асады екен. Оның мақсаты бағдарламаның, яғни қала мен ауылды ауыз сумен қамтамасыз ету. Ол бағдарламаның аты Ақбұлақ 2020 деп аталады екен. Бұл яғни елді, қала халқын, ауыл халқын ауыз сумен қамтамасыз ететін бағдарлама екен. Жалпы экологиялық проблемаларды өткен кезде, жаңа тағы да қайталаймын, әрбір адам экологиялық мәдениетті және экологиялық сауатты болып, су ресурсын, соның ішінде тұщы суды үнемдеуіміз қажет екен. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.